Баршаңызға сәлем. Бүгін лагман қамырын созу және қамырын дайындау тәсілімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелген болсаңыздар. Ең алдымен ұнымызға су, жұмыртқа, тұз салып илейміз. Иленген қамырымызды 30 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. 30 минуттан соң алып қайта илеп 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан соң алып жайып, осында бірнеше бөлікке бөліп формасын келтіреміз. Осылай илейміз және күнбағыс майын жағып қоямыз. Жемендеп созамыз. Ыдысымызға май жағып, созылған қамырымызды саламыз. Бірнеше минуттан соң созылған қамырымызды қайтадан алып, қайта созамыз. Жеке-жеке осындай етіп қойып қоямыз. Және де 3 бөлігін алып, осындай етіп қойып алып, қамырымызды созамыз. Екі шетінен әдемілеп ұстап алып, дастарханның үстіне ұра отырып созамыз. Қатты тартпаймыз, қатты ұрмаймыз. Сонда қамырымыз жақсы өзі созылады. Және барлық шеті бірдей болады. Осындай керемет қамыр дайындалып болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.